Ресей сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Мария Захарова Украинаның Буча қаласында қазақ диаспорасының нығарлы киіз үй орнатқаны туралы ақпаратқа түсінік берді. Ол Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми жауап беруін сұраған. Қазақстанның Украинадағы елшілігінің қатысуымен киіз үйдің орнатылғаны туралы 7 қаңтарда Бучанск қалалық кеңесінің хатшысы Тарас Шапровский мәлімдеген болатын. Мария Захарованың сыртқы істер министрлігінің сайтындағы түсініктемесінде Қазақстан билігі Ресейді Бучадағы акцияға қатысы жоқ екенін айтып сендіргенін айтқан. Ғаламторда пайда болған хабарламаларға Қазақстанның ресми өкілдерінің жауабына назар аудардық. Бізді кейбір бұқаралық ақпарат құралдарында тараған ақпарат шындыққа жанаспайды және оған республика билігінің еш қатысы жоқ деп сендірді. Ал Ресей тарапының жақын серіктеріне сенбеуіне негіз жоқ. Сонымен қатар Ресей Қазақстан стратегиялық серіктестігі және одағына нұқсан келтіру мақсатында бұл тақырыпты одан әрі насихаттауға жол бермеу үшін біздің достарымыздың ресми түсініктемесі өте құптарлық болар еді әрі бұл болжамдарға нүкте қояр еді дейді Захарова. Ал Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров Украинаның Буча қаласында қазақтардың нығарлы киіз үй орнатуына қатысты Ресей сыртқы істер министрлігінің жасаған мәлімдемесіне жауап берді. Оның айтуынша, бұл жекелеген азаматтардың бастамасы болған және Қазақстан Республикасының сыртқы істер министрлігінің бұдан ешқандай проблема көрмейтінін айтқан. Киіз үй көшпенділердің дәстүрлі баспанасы, оны құрастыру және жаңа жерге көшіру оңай. Киіз үй экологиялық таза. Қазақстандық кәсіпкерлер баспананың осы түрін таңдауы да осы себепті болар. Бұл Украин халқына көмектесуге бел буған қазақстандық меценаттардың жеке бастамасы. Біз бұған түсінік бере де алмаймыз, немесе тыйым да сала алмаймыз. Елшіліктің бұған қатысы жоқ дейді Айбек Смадияров. Сыртқы істер министрлігінің өкілі қазақстандық меценаттардың әрекетінен айыпты ештеңе көрмейтінін басқа айтқан. Ол Қазақстанда 300 мыңға жуық украиналықтар тұратын, Украинада қазақ диаспорасы да көп екенін еске салды. Қазақ пен Украин халықтары ежелден келе жатқан қарым-қатынасты сақтап бір-біріне көмектесіп келеді деген ол. Ешқандай мәселе көріп тұрған жоқпыз. Киіз үйдің аты киіз үй. Біз өзімізде киіз үйдің бар екенін мақтан тұтамыз деп түйіндеген сөзін Смадияров.